Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті күніне арналған республикалық пікірсайыс турнирі өз мәресіне жетті. Биыл 6-шы рет Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде ұйымдастырылған дәстүрлі шараға еліміздің әр өңірлерінен белсенді жастар келді. Мақсат ұшқыр ойлы жастардың басын біріктіру, жастар арасындағы түрлі мәселелерді талқылау, сол арқылы оларды шешу жолдарын іздеу, бастамашылдығын тыңдау дейді шараны ұйымдастырушылар. Ал пікірталас алаңына шығып, өз ойларын ашықта айқын жеткізе білген жастар шара барысында өзара тәжірибе алмасып қана қоймай, достық қарым-қатынасты да нығайттық дейді. 10 аймақтағы жоғары және арнаулы орта оқу орындарынан келген 60 фракцияның 120-дан астам өкілдері бірнеше күн бойы жайық жерінде түрлі аталымдар бойынша сынға түсті. Делегация деген номинациямен марапаттадық. Үздік ұйымшылдығымен таныған оны Атырау өңірі ұтып алды. Сонымен қатар ұйымдастырушы жастарымыздың да еңбегін балау мақсатында үздік вайзер номинациясын осы 2 студентімізге марапаттадық. Сонымен қатар 1-ші, 2-ші, 3-ші жүлделі орындар үздік спикер, үздік төреші бойынша қазақ және орыс лигаларында үздіктерді анықтап, оларды марапаттаған болатынбыз. Енді турнирге үлкен қолдау көрсеткен Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетіне, Батыс Қазақстан облыстық жастар саясаты мәселелері басқармасына, облыстық білім басқармасына, облыстық жастар ресурстық орталығына, Жас отан жастар қанатына және қалалық жастар ресурстық орталығына үлкен алғысымызды білдіреміз. Барлық ұйымдастыру жұмыстарына атсалысып қолдау көрсеткен үшін. Пікірсайысқа қатысушылар үшін бос уақыттарында Орал қаласының бай тарихымен танысып, көрнекті жерлерін аралауға да мүмкіндіктер туғызылды. Сайыс барысында барлық іріктеулерден сүрінбей, ұтымды пікірлерімен ерек деп танылғандар қазылар шешімімен үздік деп бағаланып, жеңімпаздарға дипломдар мен алғыс хаттар, естелік сыйлықтар табыс етілді.